жылы Шығыс Қазақстан облысы Аягөз ауданы Сандықтас қонысында дүниеге келген. Өлеңдері ел ішінде көп тараған. Дулат шығармалары негізінен дидактикалық негізде жазылған. 1880 жылы қазанда жарық көрген «Өсиетнама» деген жинағына ақынның заманы туралы толғаулары енген. Орта жүз құрамындағы Найман тайпасының Қаракерей, Сыбан руынан шыққан. Өмірі туралы деректер толық зерттелмеген. Өлеңдері ел ішіне ауызша және қолжазба түрінде таралған. Кейбір өлеңдері Қазан қаласынан 1880 жылы алғаш рет «Өсиетнама» деген атпен жеке кітап болып жарық көрген. Жинаққа ақынның сол кезеңдегі қазақ елінің саяси әлеуметтік өмірін шыншылдықпен жырлаған ой толғаныстары енген. Ақынның кейбір өлеңдері кеңес дәуірінде әртүрлі хрестоматияларда 18-19 ғасырлардағы қазақ ақындарының шығармалары басылып шықты. Ал Еспенбет поэмасы алғаш рет 1957 жылы Жұлдыз журналының 5 нөмірінде жарияланды. Дулат шығармаларын барынша зерттеп, жинап, баспаға әзірлеген әдебиеттанушы Құлмат Өмірәлиев болды. Ақынның жеке жыр жинағы «Заманы сазы» деген атпен 1991 жылы жарық көрді. Дулаттың өлең жырларының басты сарыны 19 ғасырдың алғашқы жартысындағы отаршылдық әрекеттерге рухани қарсылық көрсету. Ақын тегімді менің сұрасаң, о сарарқа, сарарқа, асқар таудың сәні жоқ, тағы басқа жырларымен жеке кісілерге айтқан, Сүлейменге, Бараққа, Кеңесбайға тағы басқа арнау өлеңдерінде қазақ жерінің отарлануын, ел билеушілердің отаршыл саясаттың шылауында кетуін, сауыр жерден айырылып қазақ елі жұқарды, орыстың көрсе ұлығын, қыздан дағы қылықты, майырдың алса бұйрығын, борбайға қысып құйрығын, ел пысығы жортады деп кекті де отты жыр жолдарына айналдырған. Дулаттың ақындық өнері негізінен 19 ғасырдың алғашқы жартысында қалыптасты. Осы кезеңнің өмір шындығы Дулат шығармаларына арқау болып өрілді. Қазақ даласындағы дәстүрлі хандық басқару жүйесін жою саясатын орнықтырған Ресей империясының 1822-1824 жылдары шығарған қазақ даласын басқару жөніндегі ережелеріне қарсылық Дулат шығармаларының тақырыптық, стильдік, жанрлық ерекшелігін айқындады. Дулаттың уытты шыншыл сөздерінің кімдерге арналғанын, оның халыққа емес, сыйымды парақұр, баспақ биіңді, ел бүлдіргіш бегіңді улы тілмен улаттым деген өлең жолдары көрсетіп тұр. Туған халқының екі жақты өзгіге түсіп, көз жасының көл боп ағуы, қайғысы мен мұңы ақынның жан сыры ретінде жыр болып төгілді. Дулаттың образ жасау, өлең өрнегін жетілдіру, заманы сазына қарай ақындық өнерде жанрлық, стильдік сонлық таныту ерекшелігі кейін Абай шығармаларында да дамытылып жалғасын тапты.